Адамның рухани өмірінде ерекше орын алатын табиғат нысандарының бірі ағаш. Армысыздар қазақ елі. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ағаш табиғаттың тылсым сыйы немесе ағаштың қасиеті жайлы, яғни ағаш энергия алудың көзі. Осы жайлы айтатын боламыз. Қадірлі оқырмандар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып, пікірлеріңізді төменге қалдыра кетіңіздер. Бұның барлығы менің видеомның көптеп таралуына, менің салып жатқан пайдалы кеңестерім, жаңалықтарым, қызықты деректерім, танымал адамдардың өмірі жайлы және әркімге керекті кеңестер жайлы видеолар кеңінен таралатын болады. Біз бүгінгі тақырыпта сіздің шоқ жұлдызыңызға қарай сізге қай ағаш жақын, қай ағаштан энергия ала аласыз, сол жайлы айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Ал ендеше кеттік. Ағаштар жап-жасыл жапырақтарымен орманға, далаға әсемдік пен сұлулық сыйлайды. Көз тартарлық жап-жасыл алқап көңілімізді көтеріп, санамызды сергітіп тұратыны рас. Сонымен қатар, ағаш жапырағымен, жемісімен, көлеңкесімен де бізге мол пайда келтіреді. Рухани санамызға азық болатын кітап та, күнделікті өмірдегі керек жарақтар, үстел, шкаф, тақта, орындықтың бәрі осы ағаштан жасалады. Тоңсақ үйді жылытып, тамызық ететін де ағаш болса, ауаны тазартуға да оның пайдасы өте зор. Әлемнің көптеген халықтары ағашты қасиетті санап қастерлеп табынған. Орманды өлкеде тұратын Саян Алтайдағы түрік халықтары ағашқа құрбандық шалып тұруды әдетке айналдырған. Сонымен қатар сан түрлі жора жосындарда жасайды екен. Еркет руы өздерінің әкесі Ырғай, анасы Қайық деп санап, тарих парақтарынан қазақтың Қыпшақ руының арғы тегі ағашпен байланысты деген нұсқаларда кездеседі. Ежелден бері айтылып жүрген ағашқа қатысты наным сенімдерде жоқ емес. Ата-бабаларымыз жапан далада жалғыз өскен ағашты киелі ағаш немесе әулие ағаш деп санаған. Оны кесуге, қандай да бір зақым келтіруге тыйым салған. Саясында ұзақ отырып демалып, ұйықтауға да болмайтынын ескерткен. Жалғыз өскен ағаштың жанында ұзақ болсаң, сол ағаштай сопиып жалғыз қаласың деп те жалғыздықтың нышанына балаған. Ал құла түздегі жайқалып өскен жалғыз ағаш пен шөлді мекендегі тырбиып өскен бұталарды қасиетті санап, жанында түнеп, шүберек байлайтын болған. Кейбіреулер ол маңда әулие жатыр деп ырымдап, мал сойып, тілеу тілеп те жатады. Қазақ халқының аңыз әңгімелерінде адамның өмір салтын, тұрмыс тіршілігін, кейбір әрекетін ағашқа теліп, ағаштарды адам бейнесіне енгізетін нұсқалары да кездеседі. Ондай мифтік сюжеттер қазақтың байырғы өмір салтының метафоралық образы секілді. Ғалымдардың арасында ағаштардың сыртқы түр-тұлпаты, өсетін мекенінің ерекшелігі қазақтың байырғы тіршілігін еске түсіретін дәлелдегісі келетіндер де бар. Аңыз әңгімелерде биік тік өскен қарағай тәкаппар, таста өсетін арша тасбауыр, қызыл тобылғы ұялшақ, мықшиған сексеуіл жазықсыз жапа шегуші адамдарды бейнелейді. Қазақтар ағаштардың ішінен бәйтеректі ерекше құрмет деп қастерлейді. Оны елордамыздың төріне алып, бәйтерек ғимаратын салып, мақтан тұтатындығымыздан ақ көруге болады. Қазақ мифологиясында ол космос ағашы ретінде қаралады. Бәйтерек үш әлемді байланыстырушы дәнекер ретінде кеңінен көрсетіледі. Ел арасында адамның жаны киелі теректе сақталады деген ұғым ежелден қалыптасқан. Мифологияға зер салсақ, бәйтерек туралы аңыз әңгімелер өте көп. Солардың бірінде басы аспанмен, түп тамыры жер астымен жалғасқан киелі теректің әрбір жапырағы жер жүзінде жасаған әр адамның өмір тіршілігінің нышаны. Жер бетінде тіршілік еткен әрбір адам киелі теректің жапырағы жарылғанда өмірге келіп, жапырағы жайқалып өскенде есейіп, кемеліне келіп, жапырағы мезгілсіз сарғайса қайғы қасіретке тап болады, жапырағы солса қартайып, жапырағы үзіліп жерге түскенде қазаға ұшырайды делінген. Осылай бәйтеректің жапырағына жан орналастырып, адамның өмір сүру кезеңдерімен үйлестіре бейнелейді. Ағаш энергия алудың көзі. Соңғы кездері мамандар ағаштардың адамға күш-қуат беріп емдейтіні жайлы жиі жазуда. Ағаштарды шикізат ретінде пайдаланып қана қоймай, онымен емделуге де болады екен. Ағаштан энергия алу үшін онымен тілдесе білу керек. Арқаңызды немесе бетіңізді ағашқа беріп, шынайы түрде оған күш-қуатымен бөлісуді өтініңіз. Сосын басыңызды барлық ойлардан тазартып, көзіңізді жұмып, тыныштықта өзіңізді энергия қабылдап жатырмын деп санаңыз. Мамандар бұл ем түрін ұйықтардан 2-3 сағат бұрын бірнеше минут ішінде алуға кеңес береді. Өзіңізді жайлы сезініп, жаныңыз жадырай түссе, мол энергия алдым деп есептеңіз. Алайда процедура аяқталған соң,
ағашқа алғыс білдіруді естен шығармаңыз. Десек те ағаш атаулының бәрі бірдей емдейді деген түсініктен аулақ болыңыз. Әр ағаш түрінің өзіне тән ерекше қасиеттері бар. Жақсы донор саналатын акация ағашы адамға жақсы көңіл-күй, тың күш, жұмсақ сезім сыйлайды. Қарағай да мықты ағаш болғанымен, оны абайлап қолданған абзал. Биоэнергетикасы ауыр ағаш денсаулығыңызға керісінше әсер етуі ғажап емес. Жүрегі ауыратындарға қарағайлы ормандарда ұзақ қыдырып серуендеуге болмайды. Адамның иммунитеті мен рухын көтеріп, санасын сергітуде емен алдына ешбір ағашты салған емес. Еменді алқапта демалу кез келген адамға шипалы. Сондай биоалаңы күшті ағаштардың бірі үйеңкі. Оны да кез келген адам құшақтап, жақсы күш-қуат алуларына болады. Қайыңға сақтықпен жақындағаныңыз жөн, себебі қайың өзін жоғары бағалайтын, еркелететін, өзіне ғашық жандарға ғана жомарттық танытады. Оның шырыны көптеген сырқат түрлеріне шипа. Арқаңызды көктерекке тіреп 15 минуттай тұрсаңыз, бойыңыздағы жаман энергиядан құлан таза арыласыз. Қара энергиядан емделуде түзу теректің де пайдасы мол. Сонымен қатар, оның бас пен омыртқа ауруларын жазатында қасиеті бар. Емделгенде ауырған жерге терек тақтайшасын қоюды ұсынады. Гипертониямен сырқаттанғандар емен мен қайыңға жақын жүргендері абзал. Аршаның емдік қасиеті мен шипасы жайлы кез келген қазақ білетіні анық. Аршалар жайлы сөз болған соң, ол жайлы да айта кеткеніміз жөн. Ауырған адам мен үйдің аурасын тұтатқан аршаның иісімен, түтінімен аластап тазалайды. Әрі құрғақ жөтелге аршаның түтіні таптырмайтын емдеседі. Соған қарағанда шала жанған аршаның түтіні мен оның иісінде жаман энергияны жоятын қасиеті бар болса керек. Әркімнің өзінің шоқ жұлдызы бойынша өз ағашыңызды тани біліңіз. Астрологтардың зерттеуі бойынша әр жұлдыз белгісінің өзіне тән, жанына жақын ағашы болады. Жаны нәзік балықтардың табиғатына тазалық пен пәктіктің символы саналатын қайың ағашы жақын болса, энергияны көктеректің жылдам алады. Тәкаппар тау ешкілердің болмысы шыршадан мол күш-қуат жинайды. Су құйғыштардың жаратылысы қарағай ағашына сай келсе, мергендер қиналғанда қайыңнан да көмек сұрай алады. Саршаяндар қарағай ағашынан қолдау күтеді. Таразылар қайыңның құдіретіне табынады. Бикештер алма ағашына лайықталса, аюдай ақырған арыстандар мол күш-жігерді еменнен қабылдайды. Сондай-ақ егіздер алмұрт ағашын, шаяндар үйеңкіні өздерінің энергия көзі санайды. Тоқтылардың болмысы акация ағашына жақын екені анықталған. Ұшып-қонып жүретін торпақтар акация ағашынан қажетін алып, өзін-өзі толықтырып отырады. Отбасындағы бақыт пен тыныштықтың символы саналатын шетен ағашы барлық шоқ жұлдызына көмек бере алады. Ертеде адамдар бұл ағашты үйлерінің маңына отырғызуды әдетке айналдырған. Ағаштардың арасында емен мен қайың кез келген шоқ жұлдыз белгісін жатсынбай, энергияларын толықтырып беретін қасиетке ие. Қорыта келгенде, табиғаттың тылсым сыйларының бірі ағаш Аллах тағаланың бізге берген шексіз нығметтерінің бірі. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ағаш отырғызған бір кісінің амал дәптеріне отырғызған ағашының жемістеріндей сауап жазылады деген. Олай болса, өз шоқ жұлдызымызға лайық ағаш отырғызып, сауабын алып, одан жанымыз жабырқағанда күш-қуат алуға асығайық ағайын. Қадірлі оқырмандар, назар аударғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Сізге керек арнасы жазылып тіркеліп қоюды ұмытып кетпеңіздер. Алда көптеген қызықты деректер сіздерді күтіп тұр.